Үйрек аулауға шыққан аңшы оғын тигізе алмағанына ызаланады. Ал аюға тигізе алмаған аңшының ашулануға уақыты жоқ. Сіздің мамандығыңыз қандай? Ландшафт дизайнері? Аты қандай керемет? Не істейсіз? Бульдозермен жұмыс істеймін. Мектепте апай, егерде мектепті 4 пен 5-ке бітірсеңдер, жұмаққа барасыңдар. Ал 2 мен 3-ке бітірсеңдер, тозаққа барасыңдар депті. Сол кезде арт жақтан біреу: апай, мектепті тірі бітіруге шанс бар ма? Адам өмірде 3 нәрсені жасай алмайды екен. Біріншісі, шашын санай алмайды. Екіншісі, көзін сабынмен жуа алмайды. Үшіншісі, тілін шығарып демаламайды. Болды, тіліңді шығармай-ақ қой, жарайсың. Баласы құлап қалса қалай болады? Америкада: жаным менің, сен амансың ба? Ресейде: балам, болды, жылама. Қазір саған балмұздақ алып береміз. Қазақстанда: ой, өл иттің баласы, өл, албасты. Бір күні тасбақа кафеге келіп бір стакан су алып кетеді. Екінші күні тағы да су сұрап алып кетеді екен. Үшінші күні су сұраса, бармен: тасбақа, күнде су алып кетесің, не істейсің оны? Тасбақа: тездетші, бауырым, үйім өртеніп жатыр депті. Бір күні бір жігіт түс көріпті. Түсінде әкім болып жатыр екен. Түсін бір молдаға жорытыпты. Молда 2-3 айда әкім болатын шығарсың депті. 2-3 айдан соң жаңағы жігіт әкім болыпты. Тағы бір күні ұйықтап жатса, президент болып жатыр екен. Мәз болып әлгі молдаға тағы барады да: түсінде президент болып жатыр екен, бұны қалай жорисыз десе, молда: түсті де адам шамасына қарап көру керек қой депті. 2 жігіт жұмақтың алдында өздерінің кезегін күтіп отыр екен. Біреуі сұп-сұр болып қалтырап, екіншісі көңілді отыр екен. Көңілді отырған жігіт әлгі жігітке: сен қалай өлдің? Үсіп қалдым, ал сен ше? Ал мен қатты қуанғаннан жүрегім жарылып кетті. Бұл қалай сонда? Үйге келсем, әйелім жартылай жалаңаш, төсек шашылып жатыр. Мен әлгі жігітті іздей бастадым, барлық жерді қарадым, таппадым. Содан қуанғаннан жүрегім жарылып кетті. Ақымақ, тоңазытқышты қарамадың ба? Екеуміз де тірі қалар едік. Әйелдің логикасы: автобусқа келе жатырмын, жол ақысын төлеуім керек. Жанымда жас қыз тұр. Ол қызға сіз дегенім дұрыс па? Әлде сен дегенім дұрыс па? Аздап ойланып көрейін. Бұл менің шағын ауданыма апаратын жалғыз маршруттық автобус. Егер бұл қыз соңғы аялдамаға дейін бара жатқан болса, демек менің шағын ауданыма бара жатыр деген сөз. Сөмкесінен вино көрініп тұр. Демек ер адаммен кездесуге бара жатыр. Бөтелкенің сыртына қарасаң, арзан вино емес. Демек көрікті жігітке бара жатыр. Біздің шағын ауданда тек 2 көрікті жігіт бар. Оның біреуі менің күйеуім, екіншісі сырттай кездесіп жүрген жігітім. Сырттай кездесіп жүрген жігітке бару мүмкін емес, себебі оған дәл қазір өзім бара жатырмын. Демек, бұл менің күйеуіммен кездесуге бара жатыр. Ал менің естуімше, ол менің сыртымнан 2 қызбен кездесіп жүр. Бірі Алтынай, екіншісі Мадина. Алтынай супермаркетте жұмыс жасайды. Демек, ол қазір жұмыста. Сонда бұл қыздың аты Мадина болды ғой. Жарайды онда. Мадина, жол ақысын төлейін деп едім, кондукторға беріп жібересіз бе? Қыз таңғалған түрмен: сіз менің атымды қайдан білдіңіз?